Армысыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қанның құрамы, қан жасушалары, эритроциттер. Жалпы ішкі орта ұлпасы. Ішкі орта ұлпасына сұйық қан да, қатты сүйек ұлпалары да кіреді. Өйткені бұл ұлпалардың барлығы өзінің бастамасын мезенхимадан алады. Қан қоректік және қорғаныштық қызмет атқаратын сұйық дәнекер ұлпасы. Қан бұл сұйық зат. Дене салмағының 12-ден 1 бөлігін құрайды. Орташа алғанда ересек адамда 5,5 литр қан болады. Қан негізгі екі құрылымнан тұрады. Қан клеткалары және қан плазмасы. Қанның құрамына келетін болсақ, қан плазмасынан тұрады. Қан плазмасының өзі қан сарысуы мен қан юриннен тұрады. Және қан клеткасынан тұрады. Қан плазмасының құрамына келетін болсақ, плазманың 90% судан, 7% белоктан, альбумин, глобулин, фибриноген және 3% органикалық және бейорганикалық қосылыстардан тұрады. Яғни амин қышқылдары, майлар, глюкоза, минералды тұздар, гормондар және ферменттер. Қанның өзі қан элементтерінен және плазмадан тұрады деп айтылды. Қанның элементтеріне лейкоциттер, эритроциттер және қан пластинкасы кіреді. Лейкоциттердің өзі гранулоцит және агранулоцит болып бөлінеді. Гранулоциттерге нейтрофильдер, базофильдер, эозинофильдер кіреді. Агранулоцитке моноциттер кіреді. Ал қан пластинкасы тромбоциттен тұрады. Қан жасушаларының өзі қанның қызыл түйіршіктері эритроциттерден, ақ түйіршіктері лейкоциттерден немесе түссіз жасушалар деп аталады. Қанның пластинкалары тромбоциттерден тұрады. Біздің бүгінгі тоқталатынымыз эритроциттер. Эритроциттерді 1673 жылы Левенгук ашқан. Эритроциттердің көлемі, мөлшері лейкоциттерге қарағанда 500 мың есе көп болады. Көріктілерде эритроциттерінде ядросы болмайды. Ол тотығу реакциясына қатысады. Оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығару қызметін атқарады. Оттегінің таралуы эритроциттің негізін құрайтын тыныс алу пигменті гемоглобин арқылы орындалады. Жалпы эритроциттердің пішініне келетін болсақ, олардың пішіні негізі өзгермелі болып келеді. Иілгіш және жазық түрде кездеседі. Серпінді, созылып, ұзарады. Пішіндерін былай дөңгелек, сопақша, пішінді және түсі қызыл болады. Эритроциттер жаңағы құрамында гемоглобиннің болуымен ерекшеленеді. Ер адамдардың 1 мм куб қанында 5 миллионға жуық, ал әйел адамдарда 4,5 миллион эритроциттер болады. Эритроциттің құрамының 66% су, 33% гемоглобин белогы. Гемоглобин белок, глобин немесе онымен қосылған пигмент демнен тұрады. Митохондриялар, рибосомалар, клетка ішіндегі мембраналар жүйесі. Жалпы организмді оттегімен қамтамасыз етіп отырады. Эритроциттің негізгі қызметі. Адамның эритроцитінің көлемі 125 микрометр, диаметрі 7,5 микрометр, ал көлденеңінен алғанда 1,9-2,5 микрометр болады. Адамда 2 литр эритроцит бар, яғни 25 триллион.
1 миллиметр куб қанда жоғарыда да біз айтып кеттік, эритроциттердің саны ерлерде 5 миллион, әйелдерде 4,5-4 миллион, нәрестелерде 6-7 миллион болады. Бұл нәрестелердің 10-11 жасқа жатып кеткенде қалпына келеді екен. Ал қарт адамдарда қалыптан көп. Ол гемоглобиннің азаюына байланысты болып келеді. Әртүрлі жануарлардың эритроциттерінің мөлшерлері әр түрліше болып келеді. Мысалы, бақаның эритроциті 23-16 микрометр болса, ең ұсақ эритроцит ешкінікі 4 микрометр болады. Қорытындылай келе, қан мен лимфаның трофикалық маңызына байланысты ол сұйықаралық заттардан, плазмадан және ондағы форменді элементтер, қан түйіршіктері, эритроцит, лейкоцит және қан пластинкаларынан тұрады. Қанның трофикалық қызметімен қоса қорғаныштық маңызы бар. Қан организм денесіндегі барлық ұлпаларға зат алмасу процесін қамтамасыз етеді. Эритроцит организмде тотығу процесіне қажетті оттегін таратып, көмірқышқыл газын организмнен шығару қызметін атқарады. Эритроциттерді клетка деп санамайды, оны эритроциттерді қанның қызыл түйіршіктері деп атайды. Оның пішіні өзгермейлі келеді. Ол эритроцит өзінің құрамындағы гемоглобин болуымен өте күрделі, белокты түзіліс болып саналады. Эритроциттердің тіршілігі өте қысқа. Орта есеппен адамдардың эритроциті 130 күн ғана тіршілік етеді екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.